Сәлем достар, сіздермен Айгерім Софи. Бүгін мен 30 минутта дайын болатын, жылдам әрі дәмді, өте жұмсақ, нәзік болып пісетін тауықтың төс етімен гуляш әзірлейтін боламын. Достар, өздеріңіз байқасаңыздар, басқа каналға кірсеңіздер, ол жерде тек қана тағамдардың емес, көбінде тәттілердің рецепттері болады, иә? Ал мен сіздермен тек қана таңғы ас және түскі кешкі асқа арналған тек тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Обедке, ужинға не істеймін деп басыңызды қатырмай, тек дәмді тағамдардың рецептісімен идеяларын алып отырыңыз. Сол себепті арнама тіркеліп, жүрекшені қызартып, лайк басып қойыңыздар. Гуляшты жасау үшін біз барлық ингредиенттерімізді алдын ала дайындап аламыз. Ол үшін бірінші картошканы турап, пюре жасауға жібердім. Сәбізді текшелеп турадым да соусты жасауға кірістім. 400 мг суға 2 қасық томат пастасын салдым. Содан кейін 1 чай қасық қара бұрыш, 1 чай қасық паприка, дәміне қарай кішкене ғана қызыл бұрыш, 1 чай қасық тұз, 1 чай қасық қант және 3-4 дана чеснокты үккіштен өткізіп саламыз. Содан жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ал сол аралықта тауықтың төс етін алып, дәл мен сияқты турап аласыздар. Айтпақшы, тауықтың еті біз сияқты үлкен отбасына 6 адамнан тұратын. Бар болғаны 500 грамм кетті. Тауықтың төс еті қымбат болғанмен өте тойымды болып келеді. Бір алған грудкамен 2-3 тамақ жасауға болады. Осылай етімізді турап алған соң, пиязды тураймыз. Майдалап турайсыздар. Және тауық етінің орнына кәдімгі қызыл етті текшелеп, жұқалап турап, соны жасасаңыздар да тез дайын болады. Осылай турап алған соң, табаны қыздырып, май құямыз. Қызып тұрған майымызға пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Мен пиязды жақсылап қызартып тұрып қуырып алдым да, туралған тауық етін салып, жақсылап тағы да қуырып алдым. Грудка негізінен өте жылдам пісетін тағам. Кешкі ас жасауға шаршап тұрған кезде және жақындарыңызды бір жағынан қуантқыңыз келген кезде осы тағамды жасауға кеңес беремін. Осылай грудкамызды бір пісіріп алғаннан кейін үстіне жаңағы тураған сәбізімізді саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып аламыз да, сәбізіміз шалпысып тұрған күйінде үстіне жаңағы дайындаған соусымызды құятын боламыз. Соусты құйған кездегі тағамның иісін енді айта алмаймын, керемет аромат болып шығады ғой иісі. Соусты құйғаннан кейін 15-20 минут бұқтырып аласыздар, 20 минут. Сонымен тағамымыз дайын болады. Ең соңында тағамымызды өшіріп, осылай лавр жапырағынан 2-3 тастаймыз да қақпағын жауып қоямыз, бұқтырып. 5 минут бұқтырып алғаннан кейін жаңағы салған лавр жапырақтарын алып тастайсыздар. Гуляшымыз дайын, бұны сіздер күрішпен, макаронмен ұсынсаңыздар болады, ал мен пюре жасадым. Мінекей қараңыздаршы, қандай дәмді, өте нәзік, қою, ал грудкасы сочный болып шықты. Сіздерге рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.